Қазақтың тілі неге соншалықты оларға ұнамайды? Бір адамымыз жоқ біз Ресейге продукты таситын. Біз Ресейге шығарып олардың маркетплейс балберісіне сататындай бізде ешқандай басымызға ештеңке туған жоқ. Бізде халық көп. Кіріп қарасаңыздар, әр клубтың іші толы клиенттерге. Қанша жерден дәлелдесек те, жүздеген хаттар жазсақ та, ұсыныстар жасақ та, біздің бірде-бір сөзіміз жоғары жаққа жетпей жатыр. Біз кездесулерге бардық, біз Америкада кездесу жасадық. Контрабанда сияқты. Бұндай бизнес бізге керек жоқ деп отыр ғой. Сондай жалған ақпарат беретіндей Ресей офисі, ресейліктер біз сіздерге не істедік? Біз сіздерге құшағымызды ашқаннан басқа не қиянат жасадық, айтыңыздаршы. Соншалықты сіздер неге қазақ көшбасшыларын қырып жатсыздар? Бәрінің неге бизнесін тартып алып жатсыздар? Менің ғана емес, 100-ден астам адамдарды ешқандай дәлелсіз. Бізде құпия дейді. Не құпия? Кісі өлтірсеңіз де қазір құпия жоқ ешқандайда. Дәлел бермейсіздер, дәлел айтпайсыздар. Қаншама еңіреген, жылаған әйелдердің дауысын естіп, уже қаңғысымыз көтеріліп, мына жерде тыпырлап, не істерімізді біліп отырмыз. Қазақ елі, сіздердің қолдауларыңыз керек. Бірақ қана жол бар. Әлеуметтік желі арқылы, бүкіл TikTok, Instagram арқылы сіздер бізді қолдап жерсеңіздер, біздің дауысымыз Америкаға жетеді деп ойлаймын. Вице-президент Стефани Грацияға жетсін десеңіздер, ең күшті құрал қазір осы болғандықтан мен сіздерден көмек сұраймын. Қаншама соттар болды, қаншама юристер, адвокаттар жұмыс істеді. Қоғамдарға, ұйымдарға біз жанайқайымызды жеткізіп жатырмыз. Бірақ халықтан үлкен, халықтан мықты ешкімде жоқ. Біз қазақ ұлты, біз өзімізге ғана керекпіз. Біз қазақ болғандықтан Қазақстан жерінде қаншама қазынаға ақша құйып жатырмыз. Ол неге шетелге кету керек, ол неге басқа Ресейге кету керек? Если оларда көз тұнып тұрса біздің миллиондаған товар оборотқа, осындай жолман емес, басқа жолмен істеуге болмай ма? Бизнес олардан алыстап кетті. Оған біздің қандай кінәміз бар? Қазақ елі 14 жыл болды. Официально жеке Қазақстан тобы болып жұмыс жасап жатыр. Оны басып алатындай. Қазақстанда бірде-бір сотрудник жоқ дейді, сауатты. Сол ТО Қазақстан офисін басқаратын азамат жоқ екен. Шетелде оқып келген, қаншама жоғарғы білімді, бірнеше тілді білетін мамандардың көп екеніне менің күмәнім жоқ. Соған жол бермей отырған. Ана бәленбай жылдан барып Ресейде офисін басқарып отырғандар келіп отырып алды Қазақстанға. Не үшін? Бір қазақ тілінде сөйлесетін бір адам таппадық қой. Сіз ғана талап етесіз, сіз ғана сөйтіп жүресіз, сіз ғана арандатып жүресіз, сіз ұлтшылсыз, сіз дейді нацистсіз. Сіз үйтіп ұлттарды біріне-бірін қайрамаңыз, орысқа қарсы қоймаңыз дейді. Алла сақтасын. Орысқа қарсы ешкімді де қойған емеспін, менің ондай ойымда жоқ. Бірақ мен өзімнің тілімді сұрағаным рас. Өтіп жатқан шараларда отырамыз наушникпен да бәленбай сағат. Мына жеріме өксік тығылады, мына жеріме өксік тығылады. Неге Қазақстанда отырып, мен неге қазақ азаматын наушникпен аударып отырым керек? Ол неге мыңқылдап орыс тілінде сөйлеу керек? Біздің жасап жатқан товар оборотымыздың енді керемет екен. Ешқай мемлекеттен кем емеспіз. Неге олар өз тілінде сөйлейді? Неге олар өз тілінде сабақтар өткізеді? Неге оларда бәрі сол мемлекеттің тілінде? Қазақ неге соншама біз қорландық? Қазақтың тілі неге соншалықты оларға ұнамайды? Американский компания түсінеміз. Рахмет американский компанияға. Бәрі мүлдіріп отырған. Ресей сіздер